Қалайсыздар достар, бүгінгі мини сабақты бастайық. Эксперт мен, яғни Анар Бейбітқызы. Бүгінгі мини сабақтың тақырыбы икигайыңды табу арқылы қалай өміріңнің сценарийін құрамыз. Бұл сабақта сіздер икигай табуды және өмірдің сценарийін құруды үйренетін боласыздар. Төменде мен Инстаграм көрсетілген, Инстаграмға өтіп, подписка жасап, алдағы жаңалықтардан байқап қарап отырыңыздар. Енді мен кіммін? Мен өзіммен таныстырып кететін болсам, есімім Анар, 5 жылдық тәжірибесі бар маркетолог және 2,5 жылдық тәжірибесі бар бизнес-ассистент, проект менеджер. Дәл қазіргі уақытта өзімді ассистенттердің ұстазы ретінде санаймын. Себебі мен осы салада біраз опытым бар және де Қазақстанға ассистент обучениесін алып келіп отырған эксперттердің бірімін. Жұмбақ жан деген күнделігім бар, яғни осыдан 1,5 жыл бұрын өзімнің авторлық жұмбақ жанның күнделігі деген күнделігімді шығарған болатынмын. Солай мен қандай да бір өзімнің гештальтымды жаптым. Енді 2026 жылға дейін осыны қайтадан жаңалап шығарсам ба деген ниет бар. Ассистенттерге арналған мини-босс деген курсым бар, өзімнің авторлық онлайн түрде сабақтар жазылып қойылған. Одан бөлек мен икигай эксперті болып саналамын. Неге? Себебі осыдан 3 жыл бұрын өзім икигайымды тапқан кезде мен осы икигайымды бір нәрсе қылып осы өмірде көрсетуім керек екенін сезген болатын және де сөйтіп асықпай келіп 2 жыл бойы мен адамдардың икигайын табуға көмектестім. 2 жылдың ішінде шамамен 80-70 адамға өзінің икигайын табуға көмектесіп, және сол икигаймен әрі қарай табыс тауып кетуіне көмектестім. Қазіргі уақытта икигаймен жаңамен авторлық курсым бар, авторлық өзімнің бағдарламам бар. Оны құрап жатырмын дәл қазіргі уақытта, онымен мен алдағы слайдтарда бөлісетін боламын. Енді мен біліміме миллиондаған көп ақша құрттым. Шынымен де мен маркетингті де оқыдым, продюсерлікті де, продажаны да, психологияны да, бизнесті де оқыдым. Дәл қазіргі уақытта осы білімдерімді мен өзіме қолданып жатырмын. Ал менің қазіргі миссиям, яғни қазіргі икигайым, алдағы өсіп келе жатқан жастардың біліміне әсер ету, яғни қалай өзімнің тәжірибеммен, біліммен бөлісу арқылы және де адамдардың потенциалын ашып, сол потенциалы арқылы табыс тауып кетуіне көмектесу менің дәл қазіргі уақыттағы икигайым. Енді икигай деген не? Икигай бұл өздеріңіз естіген шығарсыздар, көптеген кәсіпкерлер айтады. Мысалға мен өз басым Марғұлан Сейсенбайдан осы техниканы көп естідім. Марғұлан Сейсенбай ол кісі миллиардтаған обороты бар, мықты кәсіпкер, инвестор ғой. Егер де ол кісі икигайды айтатын болса, значит бұл жай ғана техника емес, бұл сіздің өміріңізге көмектесетін техника. Икигай жайлы қазір көптеген кәсіпкерлер, эксперттер өзінің парақшасында өте көп айтады. Себебі қазіргі уақытта икигайды табу ол өзіңді зерттеудің алғашқы сатысы, яғни икигайды тауыппай әрі қарай жұмыс жасау ол өте қиын. Себебі икигайдың мағынасы қандай? Икигай деген ол сіздің сүйікті ісіңіз арқылы табыс тауып адамдарға көмектесу. Енді оның икигайдың философиясымен мен қазір алдағы слайдта бөлісетін боламын. Одан бөлек сценарийді құруды және де сол икигайды өзіңіздің өміріңізге енгізіп, қалай әрі қарай сол икигаймен өмір сүріп кетуге болады, сол жайлы бөлісетін боламын. Яғни бүгінгі разбор сіздің ішкі бақытыңызды анықтауға, сезінуге көмектесетін, одан бөлек икигайды тауып, әрі қарай сонымен табыс тауып кетуге көмектесетін осы алғашқы қадам. Сондықтан алғашқы қадамдарыңызбен құттықтаймын. Енді қағаз бен ручка алып, дайын отырыңыздар, себебі алдағы уақытта өте күшті инсайттар және де техникалар болады. Және де тапсырмаларды міндетті түрде бірден орындап отырыңыздар. Икигай дегеніміз не? Икигай бұл адамның өмір мәнін, мақсатын, қуанышын табуға көмектесетін жапондық философия. Икигай негізі Жапониядан шыққан 1600 жылдарда. Икигай ол екі тіркестен тұрады, яғни ики және гай. Ики өмір, гай құндылық. Яғни өмірдің құндылығы, өмірдің смыслын табуға көмектесетін техника. Икигай не үшін қажет? Басқа адамдардың ережесімен өмір сүрмеуге қазіргі уақытта біз көбіміз енді барлығымыз демей-ақ қояйын, көбіміз дайын сценариймен өмір сүреміз, 80% дайын сценариймен өмір сүреді. Ол қандай? Жұмыс, үй, ұйқы, жұмыс, ұйқы. Яғни жұмыстың өзін тіпті жақсы көрмей жасайтындар бар, тек қана жасау керек болған үшін ғана. Бірақ икигайдың мақсаты сонда да, яғни сіз өзіңіздің сүйікті ісіңізді тауып, сол сүйіктіңізбен әрі қарай табыс тауып кету. Екіншіден өзіңіздің сүйікті ісіңізді табу керек, одан кейін стрессіз ұнататын ісіңізбен ақша табу үшін. Қарашы, неге адамдарда стресс, депрессия болады? Себебі адам өзін ұнатпаған ісімен айналысқан кезде стресс, депрессия болады. Ал егер де адам жаңағыдай өзінің хоббимен ақша табатын болса, онда ойлаңыздаршы, ол қалай стресске ұшырайды десе, ол хоббиін жасап жатса, яғни өзін жақсы көретін ісін жасап жатса да, мысалға менде де сондай нәрсе. Мен мысалға адамдарға білім берген кезде, білетінді бөліскен кезде, разборлар жасаған кезде мен мүлдем шаршамаймын. Тіпті таңертеңнен тамақ ішпей де отыра аламын да, өйткені қарным ашқанды сезбей қаламын, шаршағанды да сезбей қаламын. Яғни бар білетінмен бөлісемін. Демек, бұл менің икигайым, бұл менің жақсы көретін ісім. Дәл солай, сіздердің де жақсы көретін істеріңізді қалай табуға болады, осы жерде бөлісетін боламыз. Икигай деген бұл миллиондаған ақша алып келетін инструмент емес.
керісінше сіздің кім екеніңізді және де осы өмірге қандай миссиямен келгеніңізді ұқтыратын техника, инструмент, философия. Енді икигай тапқаннан кейін әрі қарай сонда миллионер бола алмаймын ба деп ойласаңыз, жоқ. Миллионер болып кету вероятность өте көп. Миллионер ғана емес, тіпті миллиардер болып кету вероятность өте көп. Успешный болып кетуге де болады. Ең басты икигайдың философиясы ол сіздің бақытты өмір сүруіңіз. Ал сіз қай уақытта бақытты боласыз, оны өзіңіз шешесіз. Яғни өзіңіздің хоббиларыңызға қарай, өзіңіздің қолыңызға келетін дүниелерге қарай. Мысалға, біреу үшін ол бақыт атақ болуы мүмкін, байлық болуы мүмкін, иә. Енді әркімнің бақытын сынауға менің ешқандай хақым жоқ. Әркім бақытты әртүрлі түсінеді. Бірақ икигай философиясы бойынша шын бақыт қай кезде сіз өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысып, онымен ақша тауып, плюс адамдарға пайдалы болғаныңыз сіздің ең бақытты кезіңіз, яғни ішкі гармонияда болатын кезіңіз. Мысалға, Жапониядағы адамдарды былай көретін шығарсыздар, Инстаграм, ТикТоктан. Мен өзі Жапонияға барып көрмесем де, Жапониядағы адамдардың қандай добрый екенін Инстаграмнан, ТикТоктан көріп таңғаламын. Ол жерде ешқандай ұрлық жоқ. Ол жерде барлық адам өзінің жұмысын сүйіп жасайды да. Мысалға, метро қызметшісі болса да, даладағы уборщик болса да, мысалға, бүгін ғана мен андай видео көрдім. Жапониядағы жердің тазалығы. Ойлаңыздаршы, жер таза болу үшін адамдар қалай жұмыс жасау керек, чтобы жер таза болу үшін. Носкимен жүріп, андай эксперимент жасаған ғой, носки аппақ болған ғой, соғалпы. Біз өз үйімізде ол носки олай ағармайды да, қап-қара көтеді. И до того адамдар жұмысын сүйіп жасайды, что барлығы идеально жасалынады. Жапонияда негізі икигайдан бөлек кайдзен деген техника бар, яғни әрбір жұмыстың идеально жасалуына көмектесетін техниканың бірі, яғни күн сайын жақсартып отыру. Мен қазір кайдзен туралы тоже бөлісетін боламын, осы соңына қарай. Сондықтан міндетті түрде осы сабақты бір секундында қалдырмай көріңіздер, иә. Жапонияда барлық адам өзінің жұмысын сүйіп жасайды. Неге? Себебі олар өз жұмысынан смысл көре алады. Икигай деген де сол, яғни сіз өзіңіздің өмірінің смыслын анықтау, онымен қоса қазіргі жасап жатқан ісіңізден смысл таба алу. Яғни сіз қазіргі жұмысыңызды жақсы көрмесеңіз де, бірақ оны ешқандай смысл сіз жасап жатқан жоқсыз ғой. Яғни өзіңізді қазіргі жұмысыңызда смысл таба алу керек. Не үшін жасап жатырсыз, не үшін жақсы көресіз деген секілді. Енді келесі. Икигай философиясы жаңа айтқандай бақытты өмір сүру. Яғни бақыт ол үлкен мақсат емес, ол күнделікті рутина, күнделікті әдеттердің өзінен, күнделікті қуаныштың өзінен бақыт таба алуға болады. Енді айтқандай, икигай ол өмірдің мәні. Ал өмірдің мәні неде жатыр? Яғни өзің арқылы әлемге пайдалы бола алған кезде. Онымен әрине табыс табуға да болады. Табыс ол сізге осыған берілетін награда. Негізі көбіміз бақыт деген не деп айтсақ, айтамыз, ақша, бай болу, атақ, болмаса жаңағы ата-анам амандығы, денсаулығымның аман болуы, күшті болуы деп. Бірақ ол на самом деле Алланың сізге беріп тұрған ырзығы, несібесі, нығметтері. Ал оны біз ешқалай бақыт дей алмаймыз. Бақыт ол сіздің когда ішкі гармонияңыз тыныш болған кезде. Оны да бір бақыттың бөлшегі деуге болады. Бірақ шынайы бақыт, когда сіз өзіңіз арқылы адамдарға пайдалы болған кезде, және оған еще ақша алған кезде, табыс тапқан кезде. Вот реально бақыт сол. Ал оның құрамасы бізде икигай деп аталады. Енді көп адам неге икигаймен өмір сүріп жатқан жоқ? Осы сұраққа жауап бере кетейін. Шынымен де көп адам икигаймен өмір сүріп жатқан жоқ. Біріншіден, икигай деген техниканы бар екенін білмейді. Екіншіден, өзінің мықты тұстарын іздемейді, білмейді. Көбісі жаңағыдай сұрасаң, мықты жағың қандай десең, мықты жағың қандай еді? Мен үндеп ойланып отырады да. Ал жаман тұстарын қандай десек, прям қолда алады да, осылай бізге тізіп береді, мен ұрысқақпын, менің мінезім жаман, менің түрім әдемі емес, мен толықпын, мен осындаймын деп өзінің жаман жақтарын айтып беруге күштіміз, шеберміз. Ал мықты тұстарыңды сұраса, мықты тұстарын көбісі айта бермейді, білмейді де қандай мықты тұсы бар екенін. Қазіргі жұмыс жасап жатқан жерінде де мықты тұсы қандай екенін білмейді. Екіншіден, бақыт өмір мәні ақшада, байлықта жатыр деп ойлайды. Дәл жаңа айтқандай, ақша мен байлықты, жаңағыдай атақты, болмаса денсаулықты бақыт деп есептейді. И солай өмір сүре береді. На самом деле олай емес. Жақсы көрмесе де ұнамайтын ісімен айналыса береді. Бұған енді ешқалай мен ештеме дей алмаймын, себебі қазіргі біздің Қазақстанда әсіресе көп адамның ұнамайтын ісінде жұмыс жасау, себебі оны просто көп жерде опытсыз алмайды. Және де күнделікті өмірін сүру керек деген сияқты. Ол да жақсы, яғни жұмыс жасау керек, ақша табу керек. Бірақ икигайын тауып алып, бұрынғы жұмыстан шығып кету керек деген сөз емес. Яғни икигайыңызды тауып, соны асықпай өмірге кіргізіп, әрі қарай соны табысқа айналдыра бастау, яғни ақырындап табысқа айналдыру. Яғни өзіңіздің жақсы көретін ісіңізді табу, және де сол ұнататын ісіңізбен ақырындап ақша тауып бастау.
Төртіншіден, ізденбейді, күнделікті рутинамен ғана өмір сүреді. Ол үшін қай адамды алсақ та, олар күнделікті рутинаға кіріп кеткен. Дәл солай ми жаңағыдай тек қана күнделікті рутинаны ойлайды, күнделікті істеу керек істерді ойлайды, ал әрі қарай өзінің 10 жылдан кейінгі картинасын немесе 10 жылдан кейінгі мақсатын көбісі ойлай бермейді. Себебі рутинаға еніп кеткен. Мысалға маған разборға жаңағыдай екі қабат әйел де келеді, немесе жаңағыдай декреттегі ана да келеді, болмаса балаларын, немерелерін өсіріп тастап, енді өз өмірін енді сүре бастаған үлкен кісілер де келеді, яғни 40-тан жоғарылар. Олардың айтатыны, мен осылай рутинаға кіріп кеттім, жаңағыдай үйде отырса да таңғы кешкі түскі асты жасайды, потом келіп күйеуін күтеді, балаларын күтеді, болмаса жаңағыдай күнделікті жұмысқа барып келеді, кешке қарай жұмыстан келіп тамақ дайындайды, солай күн бітеді, яғни күнделікті рутинамен ғана өмір сүреді. Ал бесіншіден, өмірдегі переменалардан қорқады. Көбіміз негізі шыны керек, нишадан нишаға ауысқан кезде, басқа салаға ауысатын кезде қорқамыз. Ол қалыпты дүние. Себебі Алла бізге эмоцияны, сезімді бекер берген жоқ қой. Қорқыныш, қуаныш, таңғалу, жаңағыдай қорқу деген оның барлығы да бұл қалыпты дүние. Тек қана дұрыс басқара алу керек. Бірақ оны мүлдем қорқынышты жойып тастай алмайсыз. Просто қорқынышты сіз позитивке айналдырасыз, яғни оны өзгертесіз. Әлемге негізі жай ғана ақша тауып өмір сүретін адам емес, өзінің пайдасын бере алатын адам қажет. Алла осы өмірге барлығымыздан ішіп жесін деп қана жіберген жоқ қой. Егер де ішіп жеп қана өмір сүретін болсақ, малдан айырмашылығымыз не? Дәл осылай негізі Абай Құнанбаев та айтады өзінің қара сөздерінде. Біздің малдан айырмашылығымыз не? Егер де біз тек қана ішіп жеуге ғана келетін болсақ. Кеттігін тапта бар қалан дейді ғой, яғни іздену арқылы өзіміздің орнымызды тауып алуымыз керек. Енді икигайдың формуласы қандай? Икигай міне осындай шеңберден табылады. Міне ортасында икигай көргендеріңізде, иә. Икигайдың 4 компоненті болады басты. Хобби, профессия, миссия, призвание. Яғни икигайды осы 4 компонент арқылы табамыз. Ал осы 4 компонентті табу үшін біз мына сырттағы 4 компонентті табамыз. Яғни бірінші сіз не жақсы көресіз, соны жазасыз осы графаға. Яғни не жақсы көресіз? Кішкентай кезден бастап жақсы көретін барлық істеріңізді жазасыз. Мен сіздерге тағы да бір қызық айтайын. Мысалға біз айтамыз ғой, өмірге Алла барлығын мұсылман қылып жібереді, бірақ адамның ол адамды, ол баланы ата-анасының верасы немесе айналасы, ортасы өзгертіп тастайды басқа дінге деген. Дәл сол сияқты адам өмірге қандай да бір миссиямен келеді, қандай да бір икигаймен келеді. Алла әр адамды өмірге қандай да бір смыслмен жібереді. Енді бірақ жаңағыдай ата-анасының принциптары, сөздері, ойлары мысалға, немесе ортасы оны ол икигайдан ауытқып тастайды. Ол да негізі естественный дүние. Әр адам сондықтан да өзін іздеу керек. Сіздерде де өмірлеріңізде болған шығар, отырып алып, мен кіммін, мен не үшін келдім бұл өмірге, менің өмірімнің смыслы қандай, мәні қандай деп ойлаған кездеріңіз болған шығар. Неге сіздер ондай ойға батасыздар? Себебі ол ойды сізге ең бір жолында Алла салып тұр. Себебі Алла сіздің ізденгеніңізді қалайды. Себебі шыны керек, біз барлығы үшін Алланың алдында ертең жауап береміз ғой, барлық жасаған жақсылығымыз үшін де, жамандығымыз үшін де. Тура сол сияқты біз бойымыздағы потенциалды неге таппағанымыз үшін, неге ізденбегеніміз үшін, және сол потенциалды қолданып, неге басқа адамдарға көмек бермегеніміз үшін, сол потенциалды қолданып, неге айналамызға пайдалы болмағанымыз үшін де сұраламыз. Сондықтан әр нәрсені сұрауы бар, судың да сұрауы бар дейді ғой. Сондықтан біздің бойымыздағы потенциалымызды анықтап ізденуіміз, бұл біздің ең бірінші орында парызымыз Алланың алдындағы. Алла айтады ғой Зарият сүресінің 52-ші аятында, жын мен адамды мен осы өмірге құлшылық ету үшін жараттым деп. Яғни құлшылық деген бұл жерде тек қана намаз оқу ғана емес. Бұл жерде құлшылық деген сіздің ізденуіңіз, білім алуыңыз, Алла жан-жағыңызға көмектесуіңіз, яғни садақа түрінде ғана емес, біліммен, рухани түрде көмектесуіңіз де сіздің құлшылық болып саналады. Сондықтан құлшылықты сіз намаз ғана деп түсініп жүрген болсаңыз, онда қателесесіз. Айналаңызға біліміңізбен бөлісудің өзі құлшылық. Мысалға, мен дәл қазіргі уақытта сіздерге осы білетін біліммен бөлісіп жатқаным өзі құлшылық болып саналады. Сондықтан менің де құлшылығымды босқа жібермеңіздер. Егер де осы сабақтан білім алып жатсаңыздар, онда міндетті түрде маған онымен бөлісіңіздер, және менің инстаграмда белгілеп салыңыздар. Енді қайттан келейік. Икигайдың формуласы ол сіздің сүйікті ісіңіз, ақша табатын сүйікті ісіңіз, қосу ақша таба алатын ісіңіз, қосу сіздің мықты қабілетіңіз, қосу әлемге пайдалы түсіңіз. Яғни осы міне хобби, профессия, миссия, призвание, осы төртеуін қосыңыз, сіздің икигайыңыз болып табылады. Енді мысалға қараңыз, біз мектепте өтетін едік қой, осындай шеңберді қосқан кезде сурет бір түс шығады деген сияқты. Мысалға сары мен қызылды қосса қызғылт шығады дегендей. Дәл сол сияқты мына жерде де андай шеңберлердің қиылысында осындай сөздер тұр. Байқағандарыңызда, иә.
Енді мына жерде мен не жақсы көремін дегенде сіз кішкентай кезден бастап не жақсы көрдіңіз соның барлығын жазып шығасыз. Мүмкін мысалға кофе ішкенді жақсы көрдіңіз, мүмкін кітап оқығанды жақсы көрдіңіз, мүмкін бала қарағанды жақсы көрдіңіз, барлығын жазасыз. Екіншіден мына жерде менің қолымнан келетін қабілеттер, яғни сіз жақсы көрмесеңіз де не нәрсені жақсы жасай аласыз, соны жазып қоясыз. Мысалға сіздің қолыңыздан документпен жұмыс жасаған жақсы келеді, немесе сұлулықты жақсы көресіз, немесе жаңағыдай контентті жақсы жасайсыз, болмаса кофені жақсы жасайсыз, әртүрлі, мүмкін баланы жақсы қарай алатын шығарсыз, соның барлығын жазып шығасыз. И осы екеуін қосыңыздан хоббиді табасыз. Енді хоббиді табуға деген сұрақ қандай? Яғни әр компоненттің өзінің арнайы сұрақтары бар. Мысалға хоббиді табу үшін сіз мына сұраққа жауап беруіңіз керек. Мен ақшаға да уақытқа да қарамай не нәрсені от души беріліп жасай аламын. Яғни сіздің есесіне ақша сұрамай, уақытты да қарамай, мысалға таңертең отырдыңыз, кешке дейін жасай алатын қандай хоббиіңіз бар, қандай сүйікті ісіңіз бар, сол сіздің хоббиіңіз болып табылады. Мүмкін сіз таңнан кешке дейін отырып алып кітап оқығанды жақсы көретін шығарсыз. Мүмкін сіз таңнан кешке дейін отырып алып сурет салғанды, ән айтқанды, болмаса контент түсіргенді, болмаса монтаж жасағанды жақсы көретін шығарсыз, Именно сіздің жақсы көретін ісіңізді хобби деген жерге жазасыз. Келесі профессияны табу үшін сіздің жаңа қолыңыздан жақсы келетін қабілетіңізді, одан бөлек жаңағыдай сізге қай жағдайда ақша төлейді адамдар, сол қабілетіңізді жазасыз. Яғни қандай қабілетіңіз сіздің ақша алып келеді. Осы екі қабілеттің қосындысынан профессия шығады. Профессия деген бұл мамандық, өздеріңіз де білесіздер, Енді қараңызшы, сіз қазіргі жасап отқан жұмысыңыз, мысалға сіз бухгалтер шығарсыз, қазір. Сіз егер де сол есеппен, таблицамен жұмыс жасай алмайтын болсаңыз, сізді бухгалтер етіп алмайтын еді ғой. Яғни сіздің қабілетіңіз сізге ақша алып келуге көмектесіп болғандықтан сізді қазір бухгалтер қылып жұмысқа алды. Дәл сол сияқты мына жерде сіз бойыңызда бар қабілеттерді жазып шығасыз, ақша табуға алып келетін. Мысалы сіз даже қазір бухгалтер болсаңыз да, сіздің бойыңызда мықты сату қабілеті бар шығар, болмаса мықты контент түсіру қабілеті бар шығар. И ол қабілеттердің барлығы сізге болашақта ақша алып келуі мүмкін ғой. Егер де ойлаңызшы, дәл қазір сізге миллион теңге керек. Ладно, 200 мың теңге керек, сізге қалай да болсын өлтіріл ақша табу керек. Сіз нетесіз, бойыңыздағы қабілеттердің бәрін шығарасыз да, сол қабілеттердің біреуімен барып ақша табасыз. Мобилография ұнамаса да барып сіз мобилограф боласыз. Барып бір жерден 50 мың теңге тауып келесіз деген сияқты. Яғни сіздің ақша табуға көмектесетін қандай қабілетіңіз бар, соның барлығын мына жерге тізіп жазып қоясыз. Ал мына жердегі қабілеттерді сіз алдыңғы неде жазыңыз, хобби табатын кезде. Енді міне профессия деген жерде біз осы екеуінің қосындысынан ортақ дүние табамыз. Яғни сіздің қолыңыздан жақсы келетін, онымен қоса ақша табуға көмектесетін қабілетіңіздің қосамыз. Мысалға контент жасау шығу мүмкін. Демек сіз мобилографты жазасыз, болмаса SMM, сондай сияқты профессия шығарасыз. Мүмкін сіз адамдардың алдында жақсы выступать ете аласыз, мүмкін оларды жақсы күлдірте аласыз. Ол жерге сіз организатор деп жазсаңыз болады, немесе шоумен деп жазсаңыз болады. Яғни бойыңыздағы ақша табуға алып келетін қабілетіңізден қандай профессия шығара аласыз, сол нәрсені жазасыз. Енді келесі призвание мен миссияны табамыз. Қараңыз, призвание мен миссия екеуі де мына шеңберде орналасқан. Яғни адамдарға мен қалай пайдалы боламын, қалай нені бере аламын адамдарға. Бұл призвание да, миссия да сіздің адамға пайдалы болатын қабілетіңіз. Енді екеуінің айырмашылық қандай? Миссияны өздеріңіз де естіген де шығарсыздар, бұл сіздің өмірге келген мақсатыңыз, миссияңыз. Яғни Алладан келіп тұрған сіздің мақсатыңыз. Екінші призвание дегеніміз бұл адамдарға сіздің именно ақша табуға көмектесетін қандай қабілетіңіз адамдарға пайдалы болады. Дәл сол қабілетті призванияға жазасыз. Яғни сіз жақсы көрмесеңіз де, бірақ дәл сол қабілет арқылы адамдарға пайдалы боласыз, Мысалға, мұғалімдерді алсақ, мектептегі. Олар мұғалімдерге оның жұмысы ұнамауы мүмкін, бірақ ол мұғалім болуға арқылы ақша тауып жатыр. Енді адамға да, балаларға да пайдалы болып жатыр, дұрыс па? Демек, оның мұғалімнің призваниясы қандай? Білім беру, яғни білім беру арқылы пайдалы болып жатыр. Көрдіңіздер ма? Призванияны біз осы екеуін қосындысынан табамыз. Сіздің ақша табуға көмектесетін қабілетіңіз және де адамдарға пайдалы болатын тұсыңыз. Қандай тұсыңыз адамдарға пайдалы болады? Мүмкін жаңағыдай сіз жақсы кеңес бере алатын шығарсыз, немесе адамдардың жақсы уверенностін арттыруға көмектесіп бере алатын шығарсыз. Болмаса жаңағыдай күшті контент түсіріп бере алатын шығарсыз. Яғни қай жағыңыздан пайдалы боласыз, соларды осы жерге тізіп жазып шығасыз. Максимально көп қылып жаза беріңіз. И осы екеуінің қиылысынан призванияны табасыз, яғни призвание компонентін табасыз. Ол да қабілет, мысалға, мына жерге сіз контент түсіру деп жазыңыз, мына жерге сіз үйрету деп жазыңыз, Демек, мына жерде сіздің призванияңыз қандай?
контент түсіруді үйрету деуге болады, немесе контент түсіру деуге болады. Немесе сіз мына жерге организаторлық деп жазған болсаңыз, яғни адамдарды басқару қабілеті деп жазған болсаңыз, онда сіздің призванияңыз адамдардың басын қосу, лидерлік қабілет болуы мүмкін, иә. Дәл солай сіз өзіңіздің призванияңызды табасыз. Яғни сіздің қандай қабілетіңіз адамдарға пайдалы болады. Немесе призванияны табу үшін тағы да сіз өзіңізге осындай сұрақ қойып көрсеңіз болады. Менің қандай қабілетімді адамдар мақтады, немесе қандай қабілетімді достарым, айналамдағы адамдар, коллегаларым жақсы, күшті деп мақтады. Мысалға болады, сіздің даусыңыз әдемі деген шығар, болмаса сен қалай күшті түсіндіресің деген шығар, мүмкін сен қандай лидерлік қабілетің күшті деген шығар, иә. Болмаса сен монтаждарың өте әдемі, сенің контентің өте әдемі, сен эстетиканы любой жерден көре аласың деген шығар, иә. Яғни әр адамның бойында сондай өзі білмей жатқан қабілеттер бар, бірақ жаңағындай жақындары, таныстары немесе ата-анасы ол қабілеттерді көріп тұр. Келесі миссияны табу үшін біз мына жерде адамдарға пайдалы болатын түсіңізді және жақсы көретін істеріңіздің екеуін қосыңыздан табамыз. Жаңа айтқандай, миссия деген бұл алладан келген сіздің мақсатыңыз осы өмірдегі, иә, сіздің миссияңыз. Енді бұл миссия неге біз осы екі ортада тұр, осы екеуінің қиылысында тұр? Себебі алладан келген дегеннен кейін, яғни сіздің әрбір жақсы көретін ісіңіз, бекерден бекер жақсы көрмейсіз де, әрбір жақсы көретін ісіңіздің түбінде қандай да бір смысл жатыр. Мысалға мен таңертең күнде кофе ішемін. Неге? Себебі кофе ішкен сайын, немесе кофе ішіп отырып жұмыс жасаған сайын менде басқа әлем ашылады, миымда басқа әлем ашылады. Мен спокойно отырып генерировать ете аламын идеяларды. Менде күшті вдохновление, шабыт пайда болады жұмыс жасауға. И дәл сол сияқты сіздің жақсы көретін ісіңізде де қандай да бір смысл болуы мүмкін. Яғни сіз осы компоненттерді табатын кезде міндетті түрде әрбір жазған қабілетіңізге, әрбір жазған істеріңізге неге деген сұрақты қойып көріңіз. Неге мысалға мен тауға шыққанды жақсы көремін? Неге мысалға мен контент түсіргенді жақсы көремін? Неге мен адамдарға жақсы үйрете аламын? Неге менің бойымда организаторлық қабілет мықты? Дәл сол сұрақты қою арқылы сіз түсінесіз, менің қай қабілетім жоғары болып тұрған, және де мен неге дәл осы істі жақсы көретінді, дәл осы істі жасай алатынды. Түсіндіре алдым ғой, иә? Дәл осылай сіз әрбір жасап жатқан ісіңізге, әрбір жақсы көретін ісіңізге неге деген сұрақты қою арқылы сіз өзіңіздің сол істі неге жасайтыныңызды түсінесіз. Айтқандай, барлығының бір түбінде қандай да бір смысл жатыр. Сол кезде сіздің өз екеніңізді табуыңызға үлкен көмегі тиеді. Енді миссияны табуға көмектесетін тағы да бір сұрақтардың бірі, осы әлем, иә, әлемде өте көптеген жаңалықтар бар, өте көптеген дүниелер болып жатыр, оны көріп жатырмыз біз жаңалықтарда, иә. Енді сіз әлемге қандай өзіңіздің изюминкаңызды кіргізгіңіз келеді? Мысалға болады ғой, сіз бір нәрсе өзгерткіңіз келеді ғой әлемде. Допустим, көптеген әйелдер күйеулерінің қолынан қаза тауып жатыр, болмаса жандай ұрлықтар көбейіп жатыр. Дәл сол кездерде, дәл сол жағдайды көру арқылы сіз не нәрсені өзгерткіңіз келеді? Мүмкін балалардың біліммен жұмыс жасағыңыз келеді, мүмкін балалардың развитиясымен, мүмкін жаңағыдай еркек пен әйелдің отношениясын жақсартқыңыз келеді, мүмкін сіз олардың өмірін жеңілдетуге көмектесетін бір өнім шығарғыңыз келеді. Яғни сіз қандай изюминка қосқыңыз келеді, сол нәрсені осы миссияға жазсаңыз болады. Мысалға, әлемде бір адалдық жетіспейді, болмаса махаббат жетіспейді, иә. Сіз сол махаббат пен адалдықты кіргізгіңіз келеді, осы өмірге әр адамның миына, жүрегіңізге құйғыңыз келеді, соны миссия ретінде алсаңыз болады. Яғни, көрдіңіздер ме? Миссия ол сіздің жақсы көретін ісіңізбен адамдарға пайдалы түсіңіздің қосындысынан шығады. Яғни, әрбір жазғаныңызды бірінші анализировать етіп аласыз да, осы жерде миссияны табасыз. Енді міне қараңыз, хобби, профессия, миссия, призвание тауып алдыңыз, иә? Енді осының төртеуіне қалай икигайды табамыз? Икигай ол осы төртеуіне де ортақ дүние болу керек. Ол үшін жаңағыдай әрбір хоббиге жазғаныңызға, профессия, призвание, миссияға жазғаныңыздың бәріне неге мен дәл осы істі жақсы көремін, неге мен дәл осы істі жақсы жасай аламын, неге бұл мамандық менің мамандығым деп санаймын, неге бұл нәрсе, бұл қабілет менің призванием, миссиям деп ойлаймын деп өзіңізге сол сұрақты қоясыз. Сол сұрақты қою арқылы сіз өзіңізден икигайыңызды табасыз. Икигай деген ол қандай да бір ниша профессия емес, икигай деген ол обобщенный бір ұғым болып шығуы мүмкін. Мысалға, менің икигайым осы 3 жыл бұрын тапқан кезде менің икигайым адамдарға өзімнің білімін, тәжірибемін бөлісу деп шыққан болатын. Не важно, мен даже білмедім ол кезде қандай біліммен бөлісетінді. Бірақ мен білдім, что когда-то мен адамдарға біліммен бөлісемін, когда-то мен тренингтер өткіземін, когда-то мен адамдардың алдында сахнада шығатынды, тұратынды білдім. Ал дәл қазіргі мен икигайым адамдардың потенциалын ашып, сол потенциал арқылы әрі қарай өсуіне, дамуына және табыс табуына көмектесу. Яғни икигай ол ауысады, егер де сіз онымен нақты жұмыс жасап бастайтын болсаңыз. Нақты сол икигайды әрі қарай табысқа айналдыратын болсаңыз.
мысалға менің опытымда көп адамда қандай икигай шықты. Бір қызда әйел мен еркектің арасындағы отношенияны жақсарту деген шықты. Бір кісіде уют арқылы адамдарға жылылық, қуаныш сыйлау деген шыққан болатын. Ал бір кісіде мысалға адамдардың сенімділігін арттыру деп шыққан болатын. Өмірдің качествосын жақсарту деп те шыққан болатын бір кісіде. Яғни әр адамда әртүрлі шығады. Ол икигай қайдан шығады? Дәл жаңағыдай сіз жақсы көретін, жасай алатын барлық ісіңізге неге деген сұрақты қойған кезде. Негізі өмірде сондай правила бар. Даже бір нәрсе сатып алатын болсаңыз да өзіңізге неге деген сұрақ қойыңыз. Мысалға сіз шуба сатып алғыңыз келсе де өзіңізге неге деген сұрақты қойыңыз. Неге мен шуба сатып алғым келіп тұр? Возможно, маған шуба керек емес, ол жай ғана сырттағы адамдардың айтқан сізге ойы шығар. Мүмкін басқалар шуба алып жатыр, мен де алайыншы деген сіздің ойыңыз шығар. На самом деле сізге шуба емес, на самом деле сізге просто одобрение керек шығар дегендей, да? Міне өзіңізге 5 рет неге деп сұрақ қойыңыз. Енді бұл жерде 5 рет емес, 1 рет неге деп сұрақ қойсаңыз болады. Бірақ 5 рет неге деген сұрақ бар. 5 почему деген техника бар. Сол техниканы қолданып, өзіңіздің қалаған ісіңізді де табуға болады. Мысалға, тіпті iPhone алғыңыз келіп тұр, 17-ші iPhone қазіргі. Неге деп сұрақ қойыңыз. Неге мен iPhone алғым келеді? Ол вообще менің жұмысыма керек па? Деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Если сізге просто ол для понты керек болатын болса, онда зачем тратиться деген сияқты ғой. Сондықтан осы формуланы жаттап алыңыз. Енді икигайдың формуласын сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді әрі қарай примермен көрсетейін. Икигай формуласы. Орысша жаздым түсінікті болу үшін. Мой икигай это то, что ты делаешь, для кого, через что и чтобы. Мысалға айтатын болсақ. Менің икигайым. Мой икигай помогать молодежи находить свое дело через осознанность и обучение, чтобы они могли реализовывать свой потенциал и быть счастливыми. Яғни бұл менің дәл қазіргі уақыттағы икигайым. Яғни адамдарға, молодежь ғана емес, барлық адамға өзінің ісін табуға көмектесу. Қалай? Өзінің обучением, білімім арқылы, осознаниялар арқылы. Және де ол икигаймен әрі қарай олар потенциалын дамытып, табыс тауып кету мақсатында. Яғни көрдіңіздер ме, осындай икигайдың мен формуласын жасап шығардым. Дәл осылай сіз де өзіңіздің икигайыңыздың формуласын тапсаңыз болады. Міне, это что ты делаешь? Бұл жерге жаңағыда сіздің бойыңыздағы мықты қабілетіңізді жазасыз. Для кого? Яғни өзіңіздің целевая аудитория дейді ғой, сіз кімге именно, кімдермен жұмыс жасағыңыз келеді? Мүмкін балалар, мүмкін үлкендер, мүмкін жастар, мүмкін әйелдер, мүмкін еркектер дегендей. Через что? Қалай? Мысалға, білім беру арқылы, немесе өнім шығару арқылы, немесе бизнес жасау арқылы, болмаса кітап арқылы, допустим, чтобы олар бақытты болу үшін, чтобы олар өзіне сенімдірек болу үшін, чтобы олар более реализованный болу үшін. Яғни өзіңіздікін сіз өзіңіз табу керексіз. Енді икигайды қалай дамытамыз? Оны дамытуға бізге қандай техника көмектеседі? Негізі жаңа айттым, кайдзен деген техника бар деп. Кайдзен деген бұл өз өміріңді жақсартуға көмектесетін жапондық тағы да бір философия техниканың бір түрі. Кайдзеннің өте көптеген формулалары бар. Мысалға, кайдзендегі бір техниканың бір түрі 1% қағидасы. Мен бұны всегда қолданамын. Тіпті икигайым таппай жатып, маркетинге келмей жатып та мен осыны қолданған екенмін. Бірақ бұл кайдзеннің техникасы екенін білмедім. Мысалға, мен универ бітіргеннен кейін где-то 5 айдай мен мамандықпен офиста жұмыс жасадым. Бірақ ол жұмыс маған ұнамайтын, и поэтому мен күнделікті 1 сағатымды өзіме арнайтынмын. Мен пайдалы подкасттар көретінмін. Сол кезде Шомбайдың видеоларын көретінмін, Омар Жәлелдің подкасттарын көретінмін. Отырып алып кейде тоқитынмын да, жұмыста отырып, ойлаңыздар, кітап оқитынмын. Иногда өзіме фильмдар, сериалдар көретінмін. Яғни күнделікті өзіңді жақсартуға 1%-ға уақыт бөліп отыру. Сол кездесінде выгорание болмайды, сол кездесінде мен өзіме арнап ештеме бітірмедім деген неполноценность болмайды. Яғни 1% қағидасы деген қандай? Үздіксіз даму принципі. Күн сайын өз өмірінің тек 1%-ын ғана жақсартуға тырыс. Таңғы 5-те тұруды үйренбеген болсаң, таңғы 5-те тұрып, мен мынаны жасайын деп өзіңе мыңғырық план қойып, потом ертеңде жасамай, сосын өз-өзімен депрессияға түсудің дым қажеті жоқ. Асықпай 1%-дан қосып баста. Егер күнделікті сағат 9-да тұрып жүрген болсаң, ертеңде 8:30-да тұрып, жарты сағатында бір медитация жасап үлгересің. Возможно, пилатес, немесе йога жасап үлгересің, немесе жай ғана қағазға өзіңнің ойларыңды жазып үлгересің деген сияқты. Міне қараңыз, 1 бет кітап оқу. Күнделікті, мысалға, бүгін 1 бет кітап оқисың, ертең 2 бет. Ертең еще өзіне йоганы қосып қойсаң болады да, өміріңді жақсарту үшін. Онымен ерте тұру, бір жаңа ой жазып отыру, яғни техникалар көп,
өмірде жақсы істер көп, мысалы кітап оқып асықпай өзін дамытсам болады, медитация, йога, пилатесті асықпай қоссам болады, немесе күнделікті жарты сағатқа немесе 1 сағатқа ерте тұру арқылы өзімнің уақытымды сәл кеңейтсем болады. Яғни асықпай деген сөз азыздан үздіксіз дейді ғой. Кайдзеннің басты философиясы азыздан үздіксіз дамып отыру. Негізі кайдзенді көбінесе жаңағыдай көп кәсіпкерлер өзінің бизнесіне қолданады, командасына қолданады, чтобы командадағы әрбір адам жұмысын жақсы жасау үшін, өзінің өнімі жақсы прям 100% күшті шығу үшін, жаңа айтқандай, и олар да осындай кайдзеннің техникаларын қолданады. Әртүрлі техникалар бар, жаңа айтқандай, өздеріңіз де Google-дан немесе ChatGPT-дан іздеп көрсеңіздер болады. Мынау бір техниканың бірі, зато бұл техниканың өзі сіздерге әжептәуір көмегін береді. Нәтижесінде уақыт өте келе сіз кішкентай шағын істерді істеу арқылы уже қалай үлкен мақсатыңызды жасап бастағаныңызды, қалай сіз өз икигайыңызбен өмір сүріп жатқаныңызды байқамай қаласыз. Сондықтан икигайды тапқаннан кейін күнделікті сол икигайды дамытуға көмектесетін әрекеттерді жасап отырыңыз. Ол сол нишадағы кітап болуы мүмкін, сол нишадағы курс болуы мүмкін, болмаса сол нишаға байланысты күнделікті өзіңіздің ойларды жазып отыру деген техника болуы мүмкін, яғни фрайтинг деген техника бар. Күнделікті 10-15 минут уақытыңызды арнайсыз да барлығын өшіріп тастайсыз и қағазды аласыз да қағазға жазасыз өзіңіздің ойларыңыз қандай екенін. Сол фрирайтинг техникасы аталады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді әрі қарай өмір сценарийін қалай құру керек, сол бойынша сөйлесетін боламын. Дайынсыздар ма? Енді өмір сценарий деген не? Өмір сценарий бұл сенің өмірінің жоспары. Сценарий дегенді біз бәріміз білетін шығармыз. Кино, фильм, дорама, сериал түсіретін кезде барлық адам сценарист, то есть барлық кино, фильмдер сценариймен құрылады, яғни арнайы түрде алдымен сценарист ол сценарийді жазады, потом ол сценарийді актерларға береді, актерлар көреді, оқиды, потом ғана түсіреді, Дәл сол сияқты сценарий болмаса, жаңағыдай фильмда қызықсыз, сериал, дорама да қызықсыз болады. Басы бар, аяғы бар, кім не айтады, қандай актер не айтады, қандай жаңағыдай бала не айтады, соның барлығы жазылған толық сценарий болады. Тура сол сияқты сіздің өміріңізде де дайын сценарий болса, сіздің де өміріңіз өзіңіз қалағандай өтетін болады. Яғни жай ғана өзен ағысымен емес, өзіңіздің құрған сценарийіңізбен өмір сүруге көмектеседі. Енді әр адам өз өмірінің авторы дейміз ғой, өз өмірінің авторы бол деп айтамыз. Бұл жерде тек қана кітап оқу, немесе жақсы істер жасау, немесе өзін дамыту деген сөз емес, өзінің әрбір секундына дейін жоспарлап қою. Ертең қандай боламын, арғы күні қандай боламын, не істеймін, дәл солай өзіңіздің өміріңізді толықтай жоспарлап қою, бұл өз өмірінің сценарийін құру деп аталады. Яғни сіз өз өміріңізде өзіңіз сценарий болу қажетсіз. Енді өмір сценарийді жазуының формуласы қандай? Енді сізге бір қызық айтайын, өмірде барлығы формуладан тұрады. Мақсат жазуға арналған формула бар, смарт деген формула бар. Мысалға, контент план жазатын, мобилогов, SMM-дер түсінеді. Контент план жазудың формуласы бар, AIDA деген, FOYU деген, Тура сол сияқты өз өмірінің сценарийін жазуға арналған формула да бар. Мысалға, біздің жағдайда ол I-video-out. Яғни, I деген identity. Сіздің кім екеніңізді көрсететін. Яғни сіз кімсіз? Сіз икигайын тапқаннан кейін сол икигайға қарай ниша қоясыз. Екіншісі vision, яғни мен қайда бара жатырмын. Сіздің алдағы өміріңіздің картинасы. Келесі day, яғни сіздің идеалды күніңіз. Сіз осы икигайды өміріңізге кіргізгендегі сіздің идеалды күніңіз қандай? Өзіңіздің идеал күніңізді жазып қоясыз. Екіншісі obstacles, яғни қандай кедергі қорқыныштар бар. Яғни әр адамда, жаңа айттым ғой, мен кедергі қорқыныштар бар. Бұл нормально, яғни бұл қорқыныш сезімін Алла берген жоқ, жайдан жай берген жоқ. Егер де бізде қорқыныш болмаса, онда өміріміз қандай болатынын тіпті елестете алмаймын. Негізі бізді алдағы өмірімізге қимылдататын бұл біздің қорқынышымыз, кедергілеріміз, дұрыс па? Мысалға, менің басты қорқынышым, менің ақшам бітіп қала ма деген қорқыныш. Сол үшін мен істеймін, барамда ақша табамын. Қайдан тапсам да ақша табамын да? Жақсы жолдармен әрине. Тура сол сияқты қорқыныш бұл нормально, тек қана дұрыс жағынан қолдану керек. Бұл жерде енді obstacles-да сіз қорқыныштарды жазасыз, жазып қана қоймайсыз, каждый қорқынышпен жеке-жеке жұмыс жасайсыз. Келесі actions, яғни менің қадамдарым. Мысалы, көрдіңіздер, жаңа vision-да сіз нақты картина жазасыз, ал қадамдарда оны қадамдарға бөліп тастайсыз. Енді толығырақ айтатын болсам, мысалға, айым деген қызды алайықшы, мысал ретінде. Оның икигайы қандай болды? Икигай сұлулық арқылы адамдарға сенім мен өз-өзін жақсы сезінуге мүмкіндік беру деп шықты, делік. Енді сол икигайға қарай ол ниша құрады өзіне. Визуал стилист болса болады, немесе SMM болса болады, немесе бренд визуализатор болса болады, немесе коучинг, өзінің имидж коучингін ашса болады, да? Бойындағы қабілет қандай?
жаңағы стиль күшті құра алады, композиция жақсы жасай алады, эстетиканы әдемі түсіреді, эстетиканы жақсы күшті істей алады да, адамдармен жұмыс істей алады. Енді оның бойындағы құндылық қандай? Дәл осы формуламен сіз де анықтаңызшы құндылығыңызды барлығын тауып. Енді оның құндылығы қандай? Шынайылық, табиғилық, сұлулық, жандай тіпті кір лас жерден сұлулықты көре алу оның да бір құндылығы болып саналады. И адамның өзіне деген сенімін қалыптастыру. Енді біз осы формула IVDAO сценарий формуласымен сценарийді құрамыз. Біріншісі I, identity, мен кіммін, яғни айым өзіне жаңағыдай миссия береді. Икигай бойынша ең алдымен миссия береді. Адамдарға сыртқы бейнесі арқылы өзіне деген сенімділігін арттыру және ішкі гармония жайлықты сыйлау. Яғни ол өзіне кіммін соны көрсетіп тұр. Көрдіңіздер ма? Өзіне бір жағынан ниша беріп тұр, бір жағынан миссия беріп тұр. Келесі vision, яғни 3 жылдық картинаны, яғни 3 жылдан кейін кім ретінде көреді, соны жазады. Мысалға, 3 жылдың ішінде менің визуал студиям бар. Әр ай сайын мен 30 клиент алып отырамын. Менің 2 жаңағыдай коллаборациям бар. Инстаграмда да, тиктокта да оқырман саны 50К, мысалға, 50 мың подписчик бар. Коллаборация жасап жатырмын. Өзінің фото-видео студиям бар. Яғни дәл солай сіз де өзіңізге 3 жылдан кейін картина құрып қоясыз. Мысалға, менің жағдайымда 3 жылдық менің картинам, мен уже Қазақстанға әйгілі спикер болғым келеді. Мықты спикерлермен выступать еткім келеді. Және 3 жылдан кейін мен Инстаграмда как минимум, Инстаграм мен тиктокта как минимум 100 мың подписчик болғанын қалаймын. Және сол үшін мен қазірден қатты әрекет ететін боламын. Одан кейін мен көптеген брендтермен коллаборация жасағым келеді. Үшінші day, бұл жерде идеалды күн. Жаңа айтқандай идеалды күн, ол сіздің сол икигайды қолданып бастағандағы идеал күніңіз қандай? Мысалға, қазіргі сіздің күніңіз бен идеал күніңіз екі түрлі мүлдем. Сіздің қазіргі күніңіз қандай болуы мүмкін? Таңертең тұрасыз, завтрак ішесіз, жұмысқа барасыз, келесіз, тамақ ішесіз, ұйықтайсыз, иә? Ал идеалды күн кезде сіз әрбір сағатыңызды өзіңіз басқара білуіңіз керек. Әрбір бос уақытыңызды сіз өзіңізге пайдалы ете алуыңыз керек. Мысалға, айымның жағдайында идеалды күні қандай? Таңғы 7-те тұрады, таңғы ритуал, яғни жүреді, 10 минут күнделік толтырады. Потом 8:00-де мысалға жаңағыдай блокнотына немесе заметкене визуал идеяларды жазып шығады, Инстаграм контент құрып қояды. Одан кейінгі сағат 11-де уже клиентпен консультациялар, яғни стилистика бойынша, жаңағыдай услугасын сату бойынша, иә. Келесі 14:00-де уже фото-видео түсірілім, яғни фотостудиясы бар деді қой жаңа, яғни сол жерде студияда фотостудиясын жасайды. Келесі 17:00-де уже клиентке нәтижесін көрсету, мысалға кері байланыс беру, болмаса жаңағыдай бір жерде спикерлік деген сияқты да қосуға болады. Келесі 19:00 мысалға кәсіби даму, яғни сол өзінің нишасына қарай курс алған, сол курсты оқиды. Дәл сол сияқты сіз де өзіңізге құрып аласыз. Мысалға сіздің жағдайыңызда курс емес, кітап болуы мүмкін, болмаса консультация емес, жаңағыдай сурет салу деген болуы мүмкін, яғни сізге сурет салған ұнайтын болса. Дәл осылай сіз өзіңіздің сол идеалды күніңізді тізіп жазып қоятын боласыз. Келесі obstacles дедім, яғни кедергілер, қорқыныштар. Қорқыныш өзіңіз, мысалға, айымның жағдайында қандай қорқыныштар бар? Өзін сатуға, бағаны көтеруге қиындық. Мысалға, консультациясы 10 мың тұрса, бірақ на самом деле ол 50 мыңдық консультация болды, значит 50 мыңға көтеруге қорқады. Ол үшін не істейді? Сол қорқынышты жеңеді, яғни өзінің өнімнің құндылығын шығарады. УТП дейді, уникальное торговое приложение деуге болады, немесе жаңағыдай оның плюс жақтарын шығарса болады, яғни құндылығын шығарады. Мысалы, бұл консультация деген адам бірден өзгеріп шығады, оның стилі бірден ауысады дегендей, уақыт тапшылығы мысалға. Основной жұмысы бар, из-за этого өзінің шығармашылығына уақыт жетпейді дегенде. Мысалға айтып отырмын, техникалық дағдылар, яғни видеомонтаж жасауға, жаңағыдай подпискалар сатып алу керек, болмаса жаңадан камера алу керек, допустим. Келесі 4-ші клиент табу. Яғни лидтер аз, лидтерді табу жолы қиындап кетті. Әрбір сондай қиындық кедергілерімен жұмыс жасау керек. Егер де сіз өзіңіздің қалаған өміріңізге сүргіңіз келсе, өзіңіз қалаған ақшаны тапқыңыз келсе. Келесі actions, яғни алғашқы қадамдар. Мысалға, біз 3 жылдық картинаны құрдық қой жаңа, емнің премьерында. Дәл сол сияқты енді сол картинаны біз 3 жылға дейінгі ай сайын бөліп тастаймыз. Енді мен мысалға премьер ретінде 3 айлық ғана жаздым. 30 күн, 60 күн, 90 күн деп. Ал сіз мысалға 1 жылға бір бөліп қойсаңыз болады, 1 жылдан кейін тағы 1 жылға бөліп қойсаңыз болады. 30 күн Инстаграм профилін толық реттеу, био, батырма барлығын реттеу, 9 пост салып қою, портфолио ретінде. 10 тегін мини-сессия, возможно, мини-вебинар өткізу, 3 контент, то кейін кэш жариялау мысалға, сөйтіп бөліп қойған, яғни 30 күн бір айда не жасайды.
келесі 60 күн, яғни келесі 2-ші айында не жасайды, жазып қойған. Яғни бір айлық мини-марафон жасаймын, алғашқы 5 ақылы консультациямды аламын дегендей. И тура солай 3-ші айды мысалға коллаб, уже асықпай коллабқа адамдар іздей бастайды. Өзі жазады, немесе реклама жібереді деген сияқты. Міндетті түрде бір ақылы мастер-класс өткізеді. Сіз мысалға біреу аз десеңіз, 5 өткізсеңіз болады. И автоворонка қосып қой, яғни лид өздігімен келетіндей. Түсіндіре алдым ғой, яғни айым өзінің примерында осы айвидео формуласымен сценарийін құрып шықты. И одан кейін уже ода өзінің картинасы пайда болады. Дәл сол сияқты сізде осы формула арқылы өзіңіздің өміріңіздің картинасын құрып қойыңыз. Сол кезде сізде алдағы уақытта қалай өмір сүремін, не істеймін, және де ол нәрсені жасау үшін маған не нәрсе қажет дәл қазіргі уақытта. Яғни сол жайлы уже сізде картина пайда болады. Яғни мен не істеймін уже, мен не үшін келдім бұл өмірге деген сұрақтар болмайды. Енді мен жаңа айттым сіздерге, икигаймен жаңа мен деген жаңадан продукт жасап жатырмын деп. Бұл продуктты не үшін жасауға мен шешім қабылдадым. Себебі мен осыған дейін 2 жылдың ішінде 70-80 адамға икигайын тауып бердім. Және де ол икигайды кейбір адамдар ғана әрі қарай алып кетті, кейбір адамдарда жай ғана қалып қойды. Мен оны мойындаймын, олармен даже мен қатты қарым-қатынас орнатқан да жоқпын. Сондықтан менде мынандай идея пайда болды. Неге адамның икигайын тауып, оны әрі қарай қалай өміріне кіргізу керек, және де қалай онымен ниша тауып табысқа айналдыру керек, сол бойынша жұмыс жасамасқа деген. Мысалға, көп кәсіпкерлер жаңа икигай жайлы көп айтады дейміз ғой. Икигайыңды тап, потенциалыңды анықта, өзінің мықты тұстарын анықта деп айтады, бірақ әрі қарай қандай әрекеттер жасау арқылы ол икигайыңды дамытуға болады, ол жайлы көбісі айта бермейді. Ал мен как раз вот икигаймен жаңа мен деген продукт жасап жатырмын. Неге жаңа мен? Себебі икигайын тапқан әр адам жаңа өзін қалыптастырады. Яғни ортасы өзгереді, ойы өзгереді, мышление, мировоззрение өзгереді. Яғни барлық өзгереді шынына келгенде. Мысалға, бұрын ол жай ғана байлықты армандап жүрген болса, икигайын тапқаннан кейін мүмкін ол жаңағыдай спикерліктен аңсап кетуі мүмкін. Болмаса басқа жағынан адамдарға көмектесуді аңсап кетуі мүмкін. Адамның тіпті мақсаты, армандары өзгеретін болады. Енді бұл икигаймен жаңа мен бағдарламасының мақсаты қандай? Әр адам өзінің хоббиясын, миссиясын табу, және де өзінің өмірінің сценарийін, стратегиясын құру. Өміріне қажет дұрыс әрекеттерді қалыптастырып, өз икигай арқылы әрі қарай табыс тауып бастау, яғни монетизациялау. Бұл бағдарламада мен қалай монетизацияға жеткізуге болады, соның барлығын бөлісетін боламын. Мен айтқандай жаңа 5 жылдық тәжірибесі маркетологпын, сондықтан менде маркетинг, продажа білімдері бойымда бар, және соның барлығын мен осы курсқа салып қойдым. Келесі бағдарламасы қандай? 4 модульдан тұрады, міне 4 модульдан тұрады. Мен сізге жеке-жеке түсіндіріп өтемін. Модуль 1, яғни сіз икигайыңызды табамыз. Диагностика личности жасалынады, қалай диагностика личности жасаймыз, сол жайлы түсіндіремін. Икигайдың 4 компоненті, және 4 компонентіне әрқайсысына сұрақтар болады жеке. Икигайдың формуласы қандай, соны табатын боламыз. Екінші модульда икигай бойынша өмірдің стратегиясын құруды үйренеміз. Жаңағы стратегиян, жаңағы сценарий да болады ол сабақтың ішінде. Онымен қоса қалай колесо баланс арқылы өмірімізді реттейміз, қалай жылдық жоспар құрамыз, икигайды күшейтетін басқа да кайдзен әдеттерімен, кайдзен техникаларымен бөлісемін. Яғни екінші модульда уже сіз өзіңізді қалыптастырасыз. Ал үшінші модуль бұл енді әрі қарай табысқа айналдыруға көмектесетін модуль. Бұл енді обширный модуль, бұл жерде барлығы бар. Икигайыңызға сай келетін нишаны анықтаймыз бірінші, және сол нишаға қарай профессия болмаса бизнес идеяларды табамыз. Әрі қарай табыс көзін анықтаудың формулаларымен бөлісем, техникаларымен бөлісем, алғашқы табысқа шығу стратегиясын құратын боламыз. И әрі қарай маркетинг, продажа білімдерімен бөлісем. Яғни маркетинг стратегиясы, продажа стратегиясы. Бұл жерде қосымша тағы да мобилография курстары, целевая аудитория, конкурентный анализ жасауға арналған сабақтар болады. Онымен қоса продажада сатудың триггерлары, сатуға көмектесетін скрипт жайлы сабақтар да болады. Енді 4-ші модуль. Бұл 4-ші модульда мысал икигайлармен бөлісем, яғни қараңыз, өмірде көптеген адам бар ғой. Мысалға, өмірде 20 миллион адам бар дейді. 20 миллион адамға 20 миллион түрлі мақсат беріледі. Бірақ 20 миллион адамның барлығында 20 миллион түрлі икигай болмайды. Бір икигаймен 4-5 адам болуы мүмкін, да? Мен мысалға сол икигайларға разбор жасайтын боламын. Мысалға, көп кездесетін 6-7 икигайды аламын, соған икигайға полный разбор жасаймын. Яғни икигайды қалай тапты, икигай арқылы әрі қарай қалай оны өміріне енгізіп, қалай оны табысқа шығаруға болады, соған полный разбор жасап шығатын боламын. И сол арқылы сіз өзіңіздің икигайыңызға өзіңіз разбор жасайсыз. Қорытынды икигай инсайттарымен бөлісеміз. Осымен 4 модуль бітеді.
Енді бұл менде екі түрлі форматта, яғни курс наставничество түрінде. Неге олай жасадым? Себебі кейбір адамдарға өздігімен істеген легче болуы мүмкін, кейбір адамдарға керісінше біреу көмектесіп жанынан алып жүріп істеткен оңайырақ болуы мүмкін. Енді курс ұзақтығы 1 ай 4 апта, яғни 1 айда 4 сабақ, 4 модуль, 1 аптада 1 модуль ашылып отыратын болады. Бұл дайын түсіріп қойған сабақтар. Әр модульдан кейін үй тапсырмасы беріледі. Формат онлайн түрде, яғни тіл қазақша болады. Доступ 6 айға сақталады. Бағасы небәрі 59 000 теңге. Бұл курс, яғни өздігімен жасаймын, өздігімен көрем деген адамдар үшін. Ал наставничество формат ол кімдерге арналған? Яғни маған көрсетіп отыршы, сенімен бірге жасайыншы, мен жалғыз өзім жасай алмаймын, жалғыз өзім қорқамын деген адамдарға арналған. Ұзақтығы 2 ай 8 апта, яғни аптасына 1 сабақ, кәдімгідей осылай Zoom форматта. Бірге икигайыңызды анықтаймыз, бірге сіздің өміріңіздің стратегиясын құрамыз, бірге табысқа асықпай алып келеміз. И сабақтан кейін үй тапсырмасы міндетті түрде беріледі. Формат онлайн, тіл қазақша. Бағасы 159 000 теңге. 2 айлық бағдарлама, оған қоса жаңағы курс сыйлыққа берілетін болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, курс пен наставничествоны. 59 000, 159 000 теңге, арасы 100 000 теңге. Әрі қарай өздеріңіз көресіздер, қайсысын алатындарыңызды. Енді сабақ полностью онлайн, жаңа айтқандай. Оплата барлығы онлайн болады, офлайн сабақ жоқ. Егер де офлайн өтем, офлайн жаңағыдай көрем дегендеріңіз, офлайн разбор алам дегендеріңіз болса, онда маған жеке номеріме жазыңыздар, немесе инстаграмға жазсаңыздар болады. Бұл сабақтарға доступ 12 айға, бұл сабақтарға Каспи рассрочка бар 12 айға. Болмаса наличка алам дейтін болсаңыздар, маған жазып қойыңыздар, иә. Мына жерде номерім көрсетілген, осы номерге жазып толық ақпарат алсаңыздар болады. Егер де осы разбор ұнаса, менің инстаграм парақшама отзыв қалдырып, немесе сторис арқылы өзіңіздің отзывыңызбен, пікіріңізбен бөлісіңіз. Ал сабақ ұнаған болса, сіздерді өзімнің курсымда, өзімнің наставничествомда күтемін. Міндетті түрде толық ақпарат үшін маған жазыңыздар, сіздерге толық ақпарат түсіндіріп беремін аудио арқылы. Осымен біздің мини сабағымыз бітті. Егер де ұнаған болса, маған жекемен жазыңыз, болмаса осылай міне өзіңіздің ойыңызбен стористе мені отметка жазып бөлісіңіз.